ветеринар қазағым, әр күні қуанышқа балаған, алғашқы қадамына елді жинап батасын берсек деп отырған, әулетті қуанышы құтты болсын деп, арнайы құттықтап, бір көтеріп шапалақ ұрып қой! Үсен ағамыз бен Динара ханымды құрметтеген кісілер болсын, жасап бір шапалақ ұрыңыздаршы. Рахмет. Енді бақытты қалатын емес баладан іздеген осындай бақытты отбасының керемет қуанышына куәгер болып, баршамыз бірігіп, Құдай қаласа тәуелсіздігімізді көрсетіп, төрге шығып отырмыз. Арнайы керемет кештің негізгі куәгерлері елді жинап отырған, Тархан пейілі мен ақ көңілін көрсетіп отырған осында Үсен ағамыз бен Динара ханымға деген арнайы шапалақтарыңызбен, құрметтеріңізбен ортаға шақырайын. Енді мынау кішкентай болса да міне алғашқы қадамымен Құдай қаласа осындай керемет бақытты сәт бұйырып, бәрімізді жинап отырған бүлдіршінімізге бақыт тілеп, арнайы бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Енді Ақберде, былай ұстасаңыз болады. Қаратып тұрсаңыз. Өзінің проблемасымен жүрген сияқты емес. Байқап отырмын да, қолына түспейді. Жерге түссе ұстатпайды. Құдай қаласа осындай бүлдіршін барша отбасыға жұғысты болсын, керемет бақытты сәт. Ағыл өлең көмейден аға берсін, шаңыраққа шаттық нұр қона берсін. Құдай қаласа Ақбердияның артынан інілері, сіңілдері бола берсін. Құдай қаласа дана болсын, ақын болсын, болмаса әкім болсын деп қояйын. Енді осындай елді қуантқан жандар, Құдай қаласа үшеге құтты болсын. Міне Үсен ағамыз ерекше қуанып, алыстан ат терлетіп, Құдай қаласа. Шетел асып, баламды бақсам, отбасымды асырасам деп жүрген азаматтардың бірі. Енді біздің Динара ханымға да арнайы шапалақ ұрып қойыңыздар. Жолы болар, жігіттің қасына жайылып жарып тұрады деген, осындай жанға жайлы, өзі кәсіпкер, бүкіл Шымкентті бауыры болған байлардың қатарында бизнес леди шапалақ қойыңыздар. Енді бақыттың баратын жері бірлікті деп бекер айтпайды, бірні бірлігіп беріп болған арнайы біздің әулеттің үлкендері келіп отыр. Осында ата-апасын ортаға шақырайық, арнайы құрметпен. Бақтияр ағамызды, Рахима апамызды арнайы құрметпен ортаға шақырайық. Және тағы да үлкеніміз бар осында Юсуп, Гүлнар, Рана әпкемізді арнайы шақырайық. Осындай қуанышты асқар үлкен. Және де біздің нағашы атасы, нағашы апасы Нұржан Тәбегүлдей аталарды, апаларды орындай, қонсолай қарсылайық. Негізі, Адыл ағай, міне жастардың сезімдері жарасып, сол махаббаттың майданда өмірге келген керемет біздің Ақбердиярымыз негізі ата-апасының баласы деп жаңа айтып өтті. Ата-апалар ерекше қуанып, міне бақыттым баламда деп жүзіне нұр жиылып, елдің алдында батамды берсем деп қобалжып, ерекше қуанған жандарға шапалақ ұрып, әдемі алғыс әңгіме бастайық. Бірінші нағашы ата-ападан бастаймыз ба, өз атамыздан? Кімден? Таласпаңыздар. Келіңіз. Алейкум мен. Ассалаумағалейкум. Осы немереміздің туылған күні бір жасына толған мерей жаңағы тұсаукесер қос тойына жиылып отырған қауым. Сол немереміз бақытты болсын. Екі жағымыз да қуанышты болып, өніп өсе берсін. Денсаулығым мықты болсын.
Алаштың нағыз азаматы болсын. Ой, бәрекелді, рахмет. Шапалақтап қойыңыздар. Әрбір айтылған сөзін жақсылап түйіндеп, жақсылап айтып отырған біздің ағамыздың тілек точно қабыл қой деп отырмыз. Құдай қаласа бар тілегін жақсы жылы жүрегін бисмилласын бастаған осындай ақсақалымызға құрметімізді аямаймыз. Енді апамыздан ба? Апая, келіңіз. Саламатсыздар ма? Сіздер. Сен балам, Дина, келін. Мына істеп отырған тойларың құтты болсын, жан балам. Ахмедияр жаным, үлкен жігіт бола бер. Мұнан соң кесер тойың құтты болсын, өмірің ұзақ болсын, үлкен білегі тола, батыр, күшке толған батыр жігіт бол. Бір креслоның иесі бол, денің сау болсын. Үсен мен Дина екеуің бақытты болып, осы балдарының рахатын көріңдер, артынан қарындасы ере берсін, інілері ере берсін. Бақытты болыңдар, осылардың рахатын көріңдер. Рахмет, апамызға арнайы шапалақтар жасаймаңыздар, бірі жатырап, жайылап келіп отырған апа. Құтты болсын. Енді ақсақалымыз, атамызға деген құрметімізді, құттықтауымызды айтып, жақсы тілек тыңдайық. Той құтты болсын, немере құтты болсын, Құдай қаласа. Assalamualaikum, құрметті меймандар. Алдымен айтқанымызда сол баламыз, немереміздің жолы болсын, Алланың жолыменен жүріп, сол шайтанның жолынан сақтасын. Бәрі сол келешекте сол өсіп өніп, сол елімізге адал қызмет оқуларды бітіріп, сол келешек тойларына жеткізіп, бәрімізге нәсіп етсін, сол күндерге жеткізуімізге сол. Өздеріңізден сіздерге де бәрімізге де осындай ебере көріп, осындай күндерге жеткізулер дейсіз бәрімізге. Ой, рахмет, ақсақал, тілегіңіздеріңіз қабыл болсын. Апа, келіңіз. Саламатсыздар, құрметті қонақтар, құдалар, келін. Мына өткізіп жатқан тойларың құтты болсын. Мына немереміздің бауы берік болсын, өмір ұзақ болсын, бір жасы 100 жасқа келе берсін дейді. Дені сау болсын, өмір жарқын, жолы ашық болсын. Әрдайым екі жақ осы баланың қуанышын көріп, сендер де бақытты өмір сүре беріңдер. Дендерің сау болсын. Рахмет, тілегіңіз қабыл болсын. Енді мына ағапалар арнайы жақсы тілегін ниетін жолдап отыр. Ата-аналарыңызда болса, алаларыңызда деген өз батасын баласына беріп, нағыз бақытты сәтті куәгері. Осындай жандардың керемет қуанышы жұмыс болсын дегенсіздер, бір шапалаққа қойыңыздар. Енді біздің әкпемізді жаңасқылсам мен, әкпеміз Нағаша апасы. Нағаша апамызға арнайы шапалақ ұрып қойыңыздар. Аямай шапалақ ұрсаңыздар болады. Тойға бірінші келген кезде осы кісіні көрдім. Ерекше қуанып бірінші жеткен бәрін жинап, Құдай қаласа жайғастырып, ерекше қобалжып жүрген. Енді жиен немере бір тәтті болады екен өзі өмірде. Ерекше осындай бақыт сәтке куәгер болған, осы бақыт сәтті күткен аналардың бірі керемет прическаны жасап, Қазақстанда екі әдемі прическа болса, соның біреуі осы кісіде. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Жасарып, жарқырап, жайнап жүре беріңіз. Келген қонақтарға әдемі әңгіме бүлдіршінге деген бір бақытты тілек өзіңізден. Армысыздар, көпшілік тойға келген. Менің алғашқы немерем Ахмедияр ғой, енді қуанышым. Нағашы апасым енді. Не деймін? Өлі өзім тойға келген Динараның жора жолдастары, бауырларым. Барлықтарыңызға көп рахмет. Ахмедиярдың 1 жас туған күні құтты болсын. Алғашқы қадамы әр уақытта саналы, ақылды, әр уақытта жолы ашық болсын, дені сау болсын, үлкен белестерден көріне берсін, өссін, өнсін, артынан ере берсін. Осындай барлықтарыңызға той жұғысты болсын, барлықтарыңыздың дендеріңіз сау болсын, еліміз тыныш болсын, әр уақытта қазақтың ұрпақтары көбейе берсін.
Қазақстанымыз жасасын. Қай жерде жүрсек те әр уақытта аман болайық. Деніміз сау болсын. Бүлдіршініміз аман болып биіктен көріне берсін. Сіздерге көп-көп рахмет. Рахмет, тілегіңіз ниетіңіз қабыл болсын. Жақырап жайнап әдемі осылай қуанышты ойлап жүре беріңіздер. Қашан төбелеріңіз төрден түспесін, арайлап ата берсін ақтаңдарың, бала-шаға болсын дейміз баққандарың, әр күндерің қуанышқа толы болып тек-тоғы шашылсын тапқандарың. Әр күндеріңіз бақыт сәтке толы болсын, бұл уақыттың бастауы негіз болсын. Осы біреумен тоқтап қалмай, келесі жылы тапқаны егіз болсын. 4-5 жылда сандары 8 болсын, біреуі семіз болсын, шапалақ ұрғандардың бәрі байбап ұрмағандар осы кісілерге қарыз болсын деп қояйын. Бақытты болам десең, өзгенің бақытын көз қуанышындай көр деген арнайы қошемет ұрған кісілерге рахмет дейміз. Енді естелікке бір суретке әдемі көңілді кеш болады. Бірінші тұсау кесіп алайық. Тұсау кесетін жаста болса Әбдімәлик мырзаға шапалаққа қойыңыздар. Әбдімәлик мырза ортаға жақындап елге сәлем берсеңіз. Ата-балар, сіздер осы жерде. Әбдімәлик бұл жігіт жас болса да, нағыз қазіргі жастарға сай мамандықтарды игеріп, қаншама адамды артынан ертіп, жалпы өзінің білімін жоғарыға деңгейде көрсетіп жүрген азаматтардың бірі. Жас болса да. Енді жастың тілеуін білем деген ғой. Әдемі осылай азамат келген кезде тұсауын кестіріп алса, біздің де бүлдіршін жолын қуса, бір жақсылықтың белгісі емес па? Шапалаққа қойыңыздар. Енді әбеге өзіңіз бір-екі ауыз әңгімеңізді бастап, Құдай қаласа құттықтауыңызды айтсаңыз болады. Ассалаумағалейкум. Ахмедияның бір жас толуына құтты болсын. Дені сау болып үлкен мықты ержігіт болып өсе берсін. Өз мақсаттарына жете берсін, мақсаттар қойып, сол тоқтамай мақсаттарына жетуге тілектеспін. Ашық аспан болсын. Әрдайым несі болса да удача болсын. Қасында жүрсін. Сол. Бәрі жақсылықтан тілеймін. Мен енді бұл жігіттің нақ мамандығын онша түсіне білмедім. Бірақ қандай дедіңіз аты? Мамандығыңыз аты? Киберспорт. Киберспорт. Білетіндер бар ма? Осы, қалай деп айтады осы? Республика арасында ең жоғары деңгейде тұрған азамат. Соның негізін қалаушы, е? Солай ма? Солай десек те болады. Ойлап табушы. Азияға да барға шапалақ ұрып қойыңыздар, қарасаңызшы. Сөйлетке түсіп алсаңыздар болады, ұшақта белгі сүйіп алсаңыздар болады енді. Жүксіз болсын деп атында. Жас болса да мықты жігіт. Жасыңыз қаншада? 26-да шапалаққа қояқшы. Неге Қазақстан неге алға шықпасқа? Осындай азаматтардың арқасында өсіп, өніп отырмыз. Енді біздің кішкентайымыз қайда? Келіңіздер. Екі апасы қолынан ұстаса. Апалар келіңіздер. Не қандасып атсыздар келіңіздер. Бүлдіршіннің қолынан ұстап, ал бисмиллахыңызды айтып енді сауын кесіңіз. Ал өмірде сүрінбесін деп, бүлінбесін деп, қол соғып, сау кескен қуанышқа көңір болайық, шапалаққа қойыңыздар. Ал баланың таңдауын байқап жатырмыз. Ырымшыл қазақ қыз қояды, қолына домбыра ұстады. Енді депутат болатыны рас болып тұр. Домбыра ұстағандармен
арабшалап айтқанда, біздің мұсылманшалап айтқанда, Алла сол шайтанның жолынан ұрмасын, Алла сол өзінің жолынан айырмай, сол осы атқан адамның сол тура жолға бола берсін деп ниет болған сол не береміз деген сөз. Сол Алла сол осы алған өзі домбыраны алып кеткен сол Абай атамыздың жолын берсін сол. Жасында бәрінде сол. Басқа нелер бар, машина болмады, ақша да болмады, басқа жағын сол қалай несі сол жолымен берсін. Алла сол өмір ұзақ болып сол келешекте бәрі сол жолын берсін бәрі. Ой, бәрекелді ақсақал, рахмет, тілегіңіз ниетіңіз қабыл болсын деді ақсақалымыз айтып отыр ғой енді. Мінгені жорға болсын, қолында дорба болсын. Құдай қаласа, үлкендердің жолын сау көскен азаматқа кигізетініміз біздің қазақша бренд енді жастарға сай әдемі нағыз ойы өрнекті керемет қуаныштан куәгер болсын. Ал енді жиналып жақындаңыздар. Құрметпен арнайы той көреріне деген қошеметімізді аямай дастархан басына шақырамыз. Төрден орын алыңыздар. Тұсау кесілді, бата берілді. Көңілді кеш басталды қадірлі ағайын. Құрметпесі қонақ бол, сыйлап бересі соң деген бар құрмет келген қонақтарға, мәртебелі меймандарға қонақ келсе қадір келеді деген жақсы ниетімізбен сіздер үшін алдай дастархан әдемі көңіл күй, жақсы демал отырыңыздар. Той құтты болсын. Керемет кеш басталды. Бағалағаның бақыты баянды деген осындай қуанышқа ерекше қуанып келген қонақтарымыз бәріміз оң қолымызды көтерейікші. Той құтты болсын деген кісілер, қуанып келген кісілер, көріп отырған кісілер көтерген қозасын. Кім оң қолын көтермейді, қолдығында проблема деп қойды. Мына жақта көтермейді оң қолдарыңызды көтеріңіздерші, оң қолдарыңызды көтеріңіздер. Мынау ақ бедер үлкен азамат болсын деген кісілер сол қолын көтерсін. Осындай той жұғысты болсын дегендер аумин деп қойыңыздар. Рахмет. Көп тілеу көлдеген той көріңіздер. Енді тойшыл қазақпыз. Енді қонақ келсе дастархан басына қазығарда ет-жеген өсіген көктеген әулеттен үлкен ас мәзірін тарту өтеміз. Шабалаққа қойсаңыздар, үлкен асты дәмді қарсы алайық. Жақсы дәмге қараңыздар, етке қараңыздар, қуаттанып, шуақтанып, әйдетіп алыңыздар. Сіздер үшін кішкене уақыт мұрсат береміз. Дәмнің барысында ешкімнің мазасына алынбайды ғой енді. Әйдетіп алайық. Жақсы дәм келді. Сөздеріңіз айтылды, керемет қуаныш, әлемі көңіл күйме жақсылап әйденіп. Дәмнің барысында бізді әнді болсаңыздар, нағыз кешегі қазақтың қуанышы, домбыраның үні сөз деген, нағыз қазақ емес, нағыз домбыра деген. Домбыраның үнімен сіздер үшін бір әкеліп әмірстай, өй, молодец, өй, шақ, ойдақ бүтін өздік болсаңыздар болады. Білеттеріш қосылмаңыздар, өзім айтамын. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды. Жақсылардың қасында жүрген кезде таулардың биіктігі байқалмайды. Тау ішінде деген әдемі ән, ел ішінде
Жақсы дәмге қараңыздар. Мен келем тау ішінде болмайды мынау. Қазақтар! Тиктокқа түсіп кеттіңіздер ме? Не қылдыңыздар? Суретке түсіп, иә? Суретке түсіп алыңыздар. Мен келем тау ішінде түнделетіп, аймақты көңірімді көлеңдетіп, астымда мінген атын сылаң қағып, жаутаңдап құлақтар елеңдетіп, ақбозат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұлтаным, көкірек керіп жұттым мен ауаның жазғы жұбары. Айғай, сүмір шаш, тәттай жүзің, қара көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Ән салды есіп қайда аяулады, арқалап толқып қалғып шайықтады. Сондай ұңғы болған әлім естіп, тыңдарсың бір қақпай бояу жатып. Ұзақ менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңғарым, көкірек керіп жұттым мен ауаның жасы жұпары. Айғай, сүмір шаш, тәттай сөзің, қара көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Тәттай сөзің, қара көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Қашан мені қонақтар елейсіңдер, қашан мені қуанышқа бөлейсіңдер, әжепті бір өлең айттым алдарында біреуін шапалақ ұрайын демейсіңдер. Қазанда да еттер пісіп жатыр, шеттерінен суретке түсіп жатыр. Осылай қуанышым орындалды. Төбеден де періште түсіп жатыр. Қуаныш басталғанда елінде шапалайша, боласа ба егілмесін. Шапалақ ұрғандардың малы өсіп, ұрмағанның сиыры семірмесін. Шапалақ ұрмағанның қызы қашып, ұрғандардың үйіне келмесін. Көздеген арман ертөкті болсын, әр қадамы бүлдіршіндің мықты болсын. Ел қуанып жатқан міне қуанышым, бір шапалақ ағайын құтты болса, күй тартылып, барлық өлең айтылсын, ана шіркін жастық шағын еске алсын. Басқа тойды тойламасаң тойлама, бүлдіршіннің қуанышы тойлансын. Басқа тойды тойламасаң тойлама, бүлдіршіннің бақыт тойы тойлансын. Бүлдіршіннің бақыт тойы тойлансын. Ал қадырлағай, шама шарқыңыз келгенше ескеріп жүрген әуезді әндерді арнайы сіздерге құрметтеріңізге деп жолдап отырмыз. Осындай әуезді әнге жалғайын деп, осындай Нұршат әпкесі бір ән айтсам деп отыр. Шапалақ ұрып қойсаңыздар болады қадырлағай. Қошемет, құрмет жасап қойыңыздар. Әуелі ән болмаса, күндірлі күй болмаса, қонақталы үй болмаса, қазақты қайда деген. Енді нағыз осындай әдемі әпкеміз
құтты болсын деп әуезді ән жаздырып арнайы сіздер үшін дайындап келіп отыр. Шабаларыңызды аямаңыздар, құрметті аямаңыздар. Той құтты болсын. Саламатсыздар, той құтты болсын. Бәріміз қосылып бірге ән айтайық. Biz ikimiz paylaşışıp erdi gülleri, kol ustasıp bağız şırın şertimiz edi. Qarşı жүріп үйренсек те қармен жаңбырға, бір қарсы той болмады аңсау тағдырға.
міне әдемі ән арнайы сіздердің құрметтеріңізге Құдай қаласа бөлесіп те тілеулес екенін көрсетіп әдемі ән жолдап отыр. Құдай қаласа осындай керемет қуаныш сіздерге де жосты болсын дейміз. Енді осы бір керемет үлкен дәріміз келді. Той құтты болсын деп бір 10 қол көтерейікші, бәріміз 10 қол көтерейікші. 10 қол көтерейікші. Оң жақтап отырған адам иығына қойыңыздар. Иығына қойыңыздар, нежно ұстаңыздар. Қысып жібермеңіздер. Нежно. Түріне қараңыздар, түріне. Оң жақта отырған адамға түріне қараңыздар. Сен әдемісің деп айтыңыздар. Мәз болып қаласың ғой, тойға бәрі әдем болып келсем дейді ғой, әдем, мәз болып қалды. Енді сол қолды көтереміз. Сол жақта отырған адам иығына қойыңыздар. Түріне менсінбей бедірейіп қараңыздар. Бедірейіп қараңыздар, қараңыздар, маған емес. Қараңыздар. Қарап тұрыңыздар да түріне сен де әдемісің дейсіңдер. Енді бәріміз қолымыз көтереміз. Бір-біріміз қолымыз ұстаймыз. Жан-жағымыздан бір-біріміздің қолын ұстаймыз да. Бақыт ән шырқаймыз. Әдемі ән болсын. Күй тартылып, барлық өлең айтылсын бірге. Ана шіркін жастық шағын еске алсын. Басқа тойды тойламасаң тойлама. Бүлдіршіннің қуанышы тойлансын. Рахмет. Ал рахмет қадірлі ағайын. Біздің енді әдемі көңіл күймен бір-бірімізбен жадырап шайнап осындай жақсылық тойлап отырсақ бәріміз бақыттымыз. Енді ортаға бірінші қадірлі ағайын. Бірінші кімді сыйла деп айтады? Бірінші сыйла, бірінші құрметте кімді? Бірінші құрметте ананы дейді ма? Ананың құрметте жолы үлкен, жолы төрден орналатын. Нағашының құрметі емес па? Жетесөдің басы қосқан сағасы бар, жетеудің басы қосқан анасы бар. Нағашқа құрметпен қарасақ, жиенің сонда бар бағашылар. Белді арнайы ортаға нағашыларды шақырайын. Ұлы Жамал, Майра, Индира, Нурила, Замира, белгілі нағашыларға шамала құрып қойыңыздар. Нұршат бөлімізді, Анарга бөлімі, Нұрсұлтан, Шахназ, Әбдімәлік Салтанат, Арайым, Индира, Жұлдыз айтайын. Нарекенің көрсеткен, барекенің көрсеткен, нағашыларға құрмет ортаға. Жабысты жолазығы дейді, артайы жақсылық айтатын әдемі тілекті нағашылардан тыңдайық, үлкенден бастайық. Кімден бастаймыз? Келіңіз. Кешалық, ағайын туысқан, бауырлар, құдағилар. Бүгінгі мына біздің себепкер кішкентай балапанның тұсаукесер тойы. Ахмедияр күні. Құтты бола берсін. Жаныши балапан. Әр қадам басқан қадамын арын жарқын, адал, үлкен ер азаматқа өсе берсін. Тек осы Динарамен күйеу баланы ұмытпаңыз. Екеуің өсірген ұлдарыңыз дені сау болып, үлкен ер азамат болып, осы сүйкімді да әп-әдемі балапанға өсе берсін. Барлықтарыңызға жосты болсын. Тойлар құтты болсын. Кішкентайымыз бақытты болсын, үлкен болусы емесін, дені сау болсын, бақыттың базарында алған назарда болсын, той баласы болсын. Кинарым, күйеудің бақытты болуы, артыра емесін. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Арғы келген жандарға барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сыйлап келе жатқандарыңызға. Тойдан тойға жете берейік, Құдай қаласа. Құдай қаласа Ахмедияр
жерің болады енді, Құдай қаласа биік шыңдарда көріне бересің. Алланың назарында, бақыттың базарында жүре берсін, Құдай қаласа өсіп өніп, тек биік шыңдарда көріне берсін. Еңбегі адал, және де табысы өте мол болсын. Сол. Алла беріп тұрсын. Кеш жарық қонақтар, Хусен, Динара, Ахмедиярдың бүгін қадам басқан күні құтты болсын, дені сау болсын, ғұмырлы болсын, торлы болсын. Әрқашанда биіктерден көрініп жүре берсін, артынан кішкентайлар ере берсін, Құдай қаласа. Ауырмасын, дені сау болсын. Нақта Құдай үшін ұлдарыңның алғашқы қадамы құтты болсын, үлкен жігіт болып өсе берсін, жолы ашық бол, артынан ұл қыздар ере берсін. Осы ұл қыздарымыздың, ұлдарымыздың қызығын көріп жүре беріңіздер. Тек жақсылық болсын. Той болсын. Sen Dinar'cığım, құтты болсын ауылдарыңыздың. Жасы бір жасы, сау кесіп қойып, қадамы нық болсын. Құдай қаласа, үлкен азамат болып, дені сау болып, сіздердің үміттеріңізді ақтасын. Жайлы отырған дастархан тек жақсылыққа жайылсын. Құтты болсын, бар жақсылық тілейміз, барлық көйлердің атынан. Сол тек жақсылығымызға ақтаймыз. Ал Динар'cığım, сен ұлдарыңыздың бір жасы құтты болсын, қадамың нық бола берсін, бақытты, дені сау, үлкен азамат болсын, еліне қалаулы. Сондай жақсы жігіт болып өсе берсін. Алда үлкен азамат болып, сізге қорған бола берсін. Әйел адамға негізі ол баланы қорған болсын деп бірінші керек дейді. Сізге қорған болып, бақытты бала бола берсін. Компьютер жоқ па ешкім? Айтатындар жоқ па? Екі адам болады деймін тек айтпаған. Негізі екі адам қосқан ғой бәрі. Екі адам бәрі қосқан. Келіңіз. Индира әпкем. Шабал ұрайық. Келіңіз. Бүгін құрметті қауым, көп рахмет барлықтарыңыз. Ахмедиярдың бір жасы құтты болсын, бақытты болсын, бақытты балалық шағы болсын, дені сау, ең бастысы денсаулық. Барлықтарыңызға рахмет. Ой, рахмет. Иә, дені сау, үлкен азамат болсын, батыр болсын. Дұрыс па? Рахмет. Индира әпкеміздің тілегі қабыл болсын деген кісілер шамал алып қойыңыздар. Енді кішкене жақында бір-бірімізге есеп бастап қойсаңыздар болады. Сіздердің құрметтеріңізге ортада әдемі көңілді ән, баршаңызды биге шақырамыз сатындағай. Керемет кештің әдемі көңілді биге сіздер үшін ортаға биге.
шыдайын мен өзіңді сағынсам қалай шыдайын қалай қылайын өлемін демейсің сен қалай қылайын мен өзіңді сағынсам қалай шыдайын шақырған қойыңыздар. Енді міне әдемі көңіл күймен жайғасып отырмыз. Керемет асықпай, керемет қуанышты тойлайтын, керемет көңілді кеш болсын деген жақсы ниетпен, әр көңілдің ажары, бала үйдің базары деген ажарымыз ашылып айтылса әрбір тілек сөзсіз қабыл. Сіздердің құрметтеріңізге мен бір әуезді ән жолдайын. Шағыр бен қандай тақылдап өзім таныстырып аптым. Алладан жауып тұр көктем, тойымыз болсын гүл көктем. Біз секілді асаба дастарханды тұрып өткен сіздерге деген құрметпен Ұлықпан Байқожа Шымкенттен. Жақсыларға жайнаппын, жақсының тойын тойлаппын, естішті ағай бойдақпын деп қойайын. Рахмет. Енді қадірлі ағай, біздің әдемі әніміз
көп жерде орындалған жоқ әлі жаңадан жазғаны. Осындай бір жақсылардың қасында бір бастау болайын деп отыр. Бағасын беріп, қолдау көрсетіп отырсаңыздар, сіздер үшін жаңа ән, авторлық ән. Жүк болсын деп айтамай тұрған кісілердің құрметіне достар деген тамаша ән баршамыз естіп өскен арнайы жаңа нұсқада жазылған, оған да бір бағасын беріп отырайық. Достардың құрметіне Shine.
Қазір жақсылар, әрбірдің әнді болсын, әрбірдің сәнді болсын деген, әрбірдің мәнді болсын деген, енді керемет осылай қуанышта. Біршама уақыттың ішінде бар өнерімізді көрсетіп, бар көңіл күйімізді, жақсы пейілім заттар болса, нағыз көрегендік емес бар. Қуанып той жасайсың, шаттанасың, ақ түйдің қарнын дәл ұйымдақтарасың. Құдай қаласа, бүлдіршінге қылырдан бақтарасың. Енді қазір жақсылар, біздің арнайы кішкентайымыздың құрметіне, осындай келген қонақтардың құрметіне біздің приздарымыз бар. Белсенді қонақтарға осындай келген, қуанышқа келіп, құрып айтпай, маған да жұмысты болсын деген жандарға біз приз дайындағанбыз. Сол призді бір-екі ән жасырып, білетін кісілер болса, ән тыңдап жүрміз ғой бәріміз. Қолын көтеріп ортаға билеп келсе, бір әдемі приздың егесі болады. Мына жақта күшті приздар. Енді алғашқы призді көрсетіп қойып, осындай керемет қуаныштар сіздер үшін. Бұны алу үшін жаңағы әнді білу керек. Біз музыкамен жасырамыз. Қандай ән екенін білген кісі болса, қолын көтереді, қасындағыға сыбырлап, айқайлап, орнында эмоцияға беріп өту жоқ. Келісіп қойып, бірінші музыканы қойыңызшы. Рахмет. Мына жақта әпкеміз, көтеріп үлкенді қолын. Ортаға билемейміз. Шабылар! Қоса! Үйді! Бақшырын ұқсап билей ма? Есіміңіз кім? Әлия, кім болыңыз? Бөлесі, Әлия ханым, бөле, нағыз түреліш жан. Қандай ән? Жүрегім менің молодой, достарым менің золотой. Дұрыс. Ал музыканы қойайық, бірге айтып көреміз. Достарым менің золотой. Керемет. Бөленің достары золотой, шапалаққа қойыңыздар. Енді арасындағы ең керемет сөз есінде қалған, сондықтан міне досын золотой көретін ханым, осындай қуаныш сізге. Қуаныштар базарыңыз, сізге бат. Рахмет, шапалақ. Енді келесі приз. Осындай бір призіміз бар. Кішкене терілеп, осындай қуаныштан жаңға билеп қойып, кішкене реңі қызарып жатқан кісілерге маскамыз де бар. Бірден әдемі болып отырсыздар. Келесі музыка, жіберіп. Рахмет, ортаға келіңіз. Не деген керемет әдемі би. Биден бірінші керемет не деген көйлек, мынандай. Қандай, не деген стиль, да? Шапалақ қойыңыздаршы. Кім боласыз? Сынараның коллегасы, есімім Ұлжан болады. Коллега Ұлжан. Бизнесмен. Ломбард, да? Молодец. Қазір уақытта тек байлар солар ғой ма? Қандай ән? Девушка из города Караганда. Қосып көрейік, маэстро. Ну, нормально. Енді масканы жайлап, қасына аржаға барып, масканы биліп, бетіңізге жабыстырып алып, отырыңыз әдемі жақынап жайлап. Қызармай, күлдей болып. Рахмет. Қалем. Келесі музыка.
Майын көтеріп мына кісіше. Жіберші майыстар ортаға. Аса! Үйді! Эй! Прямой келе салдыңыз ғой. Тоқтап келмеңіз, барыңызда билеп. Басына шығамыз ба? Нормально ма? Билемейсіз ба? Өлең айтатын шығарсыз мүмкін, Керемет. Қандай ән? Кім боласыз, есіміңіз кім? Мөлдір коллега, шапалақ. Басына қойсын ба әнді? Басынан жіберші. Тұрба бойланайық. Білеміз ба? Басынан қой, қосып көріңіз. Шапалақ көріп қаспенен Көріп сенің суық кебетіңді кетіп қалды? Бас деген. Шапалақ көріп қаспенен Шапалақ көріп қаспен. келбетіңді Кетіп қалды бас деген. Ой, керемет. Кімге басыңыз кетіп жатыр? Сізге кетейін деп тұр ғой, біраздан бас деп қойды. Коллега, рахмет. Аман болыңыз. Той көріңіз сізге. Арнайы бір маскымен. Рахмет. Келесі музыка. Қол көтереміз. Кім? Нұршат па? Кім көтерді? Нұршат көтерді ғой, Нұршат келші ортаға. Анлай. Қойшы. Майса. Аса. Эй! Өйді! Кім? Бөлеме шамала. Рахмет. Керемет. Қандай? Бара алмадым қасым. Музыканы қойшы, қосып көріңізші. Бара алмадым, сүйе алмадым өзімді жаным. Қарап тұра алмадым. Бара алмадым қасына. Бара алмадым, қоя алмадым жүзіңе жаным. Қарап қоя алмадым. Бәрекелді. Қарасаңыз, не деген әнші. Бөле, мынау сізге. Бөле, мынау бір маскасымен. Тоқтаңыз, аспаңыз. Аспаңыз сізге тағы да сізге. Бойдақ па бұл кісі? Бойдақ па? Бойдақ емес па? Бойдақ емес болса, ананы азында, мынаны әбетте, мынаны кешке. 100 грамм стакан сумен деп қояйын. Рахмет, шапалақ бөле. Келесі ән. Стоп. Келіңіз, ортаға келіңіз. Қол көтеріп, састы тұрып. Аса! Шапалақ. Билесеңіз ұмытып қала бересіз ба? Көп билемеңіз. Есіміңіз кім? Әсел? Кім боласыз? Подружка? Әсел подружкаға шапалақ. Әсел десе, әдемі әсем қыз екенсіз. Осындай қартаймай, құлғырып жүре беріңіз. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Енді ұмытып қалдыңыз ба? Есіңізге түсті ма? Түспелі қалған жоқ па? Бір ойланып көреміз ба? Ну, тебе. Мен де сенің жақсы әнің боламын.
қойыңыздар. Сізге арнайы құрмет. Той көріңіз. Рахмет. Келесі музыка. Қол көтереміз. Достар, әкем. Білгені түрінен көріп тұр ғой. Біліп қойғанша. Аса, шабалар. Рахмет. Керемет мәдениетті әдемі сыпайы ғана, ешкімге көрсетпей ғана билеп келді ортаға. Керемет. Есіңіз кім? Кім боласыз? Дос. Сандуғаш подружка. Шабалақ. Қандай ән? Сен қорқақсың, келе алмайсың. Бәрекелді, қарасаңызшы. Кімді қорқытып жүрсіз? Қорқыта бермесеңізші. Қосылыңыз еді, қосылып айтып көрейік деді. Сен қорқақсың, келе алмайсың, келе аласың. Қорқақ болмасаң? Келе аласың. Бәрекелді, сен қорқақсың, қорқақ болмасаң? Қандай? Келе алмайсың. Келе алмайсың дейді, келе аласың. Не дейді? Көрсеңші деп қойыңдар. Рахмет, дұрыс. Міне, сізге арнайы жемек қойған. Шабалақ болып қойыңыздар. Рахмет. Келесі музыка. Мына жақта бар ма? Нағашылар жақта, үй жатыр. Мына жақта қыздар, сіздер қалай білмейсіздер? Келіңіз ортаға. Мына жақта көтеріп үлгерді. Билеп келші. Ой, бәрекелді, рахмет. Кім боласыз? Есіміңіз? Кім боласыз? Күйеуімнің қасы. Қандай дейді? Күйеуімнің кластастары. Достар. Кластастар атынан, Күйеуі кластас? Мен құрдас. Сіз құрдас. Міне, әдем қарсың, шақырып, жайнап, әдем болып тұр. Қанандай. Орыстардың хандарының бар ғой, хандарының қыздар сияқты бұл, Керемет, Царица сияқты, керемет, әдем қол көріп. Қандай ән? 30-дан асып барам. Қосып көріңіз. Солай қарағым, 30-дан асып барамын. Сұлтанып тұрып жанарым, жүзіме неге қарадың? Солай қарағым, 30-дан асып барамын. Ой, бәрекелді, рахмет. Құрдас, шапалақ ұрып қойыңыздар. Қайсы сөзіңіз? Қай жылғысыз? Жасыңыз қаншада? 30-дан асып барыңыз ба? Біресе. Өз сонда 30-дан асып атқандар қандай өлең ғой деп. Асып барам ғой деп. Сізге. Той көріңіз, рахмет. Соңғы ән. Мұқия. Қол көтереміз. Көтерді ғана кісі. Ақыры ойланып отырып көтерді ғой. Кеміз ортаға. Аса баясыны. Шапалақ. Биге екем келмей ма? Билеу қабілет жоқ. Ән тыңдау бар. Есіміңіз кім? Малика. Кім боласыз? Коллектив Малика. Шапалақ. Малика. Қандай ән? Ай сары қыз, бәрімізге дәрі қыз.
Бәрекелді. Ән жағынан бар екенсіз. Бойдақсыз ба өзіңіз? Бойдақсыз ба? Маликаға шапалақ ұрайық. Бойдақ Маликаға. Билеуді үйреніңіз. Мынаны ұстаңыз. Асықпаңыз. Бойдақтар қайта келе бермейді. Бұндай бойдақ байлар ғой бұлар. Шымкентті жаулап алғандар. Бірінші қолмен алды, одан кейін бермей қойды. Тартып алатындар ғой кісілер уже. Малика, мына ұстаңыз. Құдай қаласа бір басыңыз екеуі болсын. Жақсы өсіп өне беріңіз. Енді осы үшеуінен біреуін таңдамаңыз. Жоқ, рахмет. Жаңашы, Бізде бойдақтар көп әлектор. бөлісіп алам десеңізші. Рахмет, Малика. Қандай пісілі? Қандай жігіттің бағы шағады екен деп отырмын да. Қарасаңыздар, бойдақтарға деп қарқап отырмын. Молодец, нағыз подружка. Сіздей болсын, рахмет. Енді мен биден де жоқпын. Мен әннен де жоқпын. Мен приз аламадым. Неге мен аламадым деп отырған кісілер болса, мынаны беріп берсінші. Кімге көрейін? Ағамызға бар. Аға, кеш, братан. Кеңші. Кім? Қайсысы? Таласпаңыздар. Маэстро! Шапалақ! Ванешка! Братан! Musiqani qo'yib olib hali hamon yodimda Көз тиіп қалатын бейғондау. Жаман қатты билеп алыр, Жастырдың билеңізсіз. Бойдақтар көпияқта. Әйеліңіз бар ма? Бәсесінде шығармай отыр екен қол шықса. Асы жоқ. Можно да? Рұқсат алдық. Арнайы мына приз сізге. Осы призді арнайы жұбайыңызға апарып бетінен сүйіп беріңіз. Рахмет. Рахмет. Бетінен сүйді ма? Сүймесе призді қайтарыңыз. Сүйді. Зорлап сүйгізесің ғой. Анандай симпатичный, мықты билейтін жігітті қалай жіберіп алуға болмайды оны? Постоянно қарап отыру керек оны. Қадағалаңыз деп қойды. Рахмет. Ал қазір ағайын, біздің енді әдемі көңіл күймен осындай керемет қуанышта ерекше қуанып, досымның әріптесімнің қуанышы деп келіп отырған коллектив ұжымын байларда ортаға шақырайын. Мөлдір Ұлжалғас, Сатжан, Гүлмира, Мейірім, Хилала, Малика, Самал, Сұлтан, Лариса, Сулейман, Султан, бәрекелді. Келіңіздер. Кішкене жақынан тұрсаңыздаршы бірлеріңізге. Есіктің аузында тұрмаңыздар. Кішкене былай жақынан тұрыңыздар. Келіңіз. Сәкен, Шөкен, сен келіңіз. Енді мынау арнайы керек кезінде кез келген адамға көмектесе беретін жандар шапалақ ұрайық. Бұлардан көмек алу үшін бір дүние болу керек, бірдеңе болу керек өзінде. 100 000 теңгелік нәрсені үйреніп қалды.
20 теңгені 5 теңгеге сұрап күйдіреді болмаса. Әшін айтам. Арнайы қазіргі қоғамда ерекше жолы үлкен, нағыз жолы тапқандар істейтін керемет кәсіптердің бірі. Енді бай болыңыздар, бай қуатты осындай жандардың әдемі тілегін сұрайық. Кімнен бастаймыз? Бастығымыз, болсын, алғашқы қуанышым Ахмедияр ұлымыз үлкен жігіт болсын, қадамы нық болсын, берекелі болсын, ашық болсын әрқашан, өмір жасы ұзақ болсын. Тойынан ертең Құдай қаласа ұл той үлкен мұсылман болған, дальше үйлену той келе берейік Құдай қаласа. Шарым құрметті қонақтар, бүгінгі балапанымыздың тұсаукесер тойы құтты бола берсін. Бұйыртса, төрт көзіміз түгел аман-есен сүндет тойында жолға берейік. Тай-тай басқан кішкентайымыздың тұсауы кесіліп, болашағына жол ашылғандай күй кешудеміз. Құтты болсын, өмір жолы ақ, түзу болсын, ешқашан сүрінбесін, дұшпан көзіне ілінбесін. Өмір нұрға, көңілі жырға бөленіп жүрсін. Кішкентай адамның басқан қадамы құтты болсын. Арайлап атқан әр таңы қуанышқа толы болсын. Көзінен жас ақпасын, жамандықтың дәмін татпасын. Қадамын сүрінбей басып, тек қана алға ұмтылсын. Басына бар орнап қыдыр қолдасын. Керемет. Шабылауын қойыңыз, өзіңіз шығардыңыз ба? Өз шығарғандай болды ғой? Молодец, тілегіңіз, ниетіңіз қабыл болсын. Әдемі сөйлеуде, ол да бір әдептіліктің белгісі. Әдемі әрлі әңгімеңіз құдай қаласа қабыл болсын. Тағы да, Малика, әпке, келіңіз. Кім сөйлейді? Қаласпаңыздар, ұрыспаңыздар. Келіңіз. Армысыздар. Динара, бүгінгі қуанышқа алғашқы қуаныш құтты болсын. Басына өсіп отырған балапанның тек қана қызығын көруді Алла нәсіп етсін жолдасым екеуіне. Құдай қаласа биік белестерден сүрінбей өтіп, үлкен азамат болып сенің үмітіңді ақтап, осы сол қуанышына біз куәгер болып жүре берейік. Рахмет. Тағы да? Үш қыз қалды ма? Қанша қыз қалды? Малика, айтпайсың ба? Жаңынан микрофонды әлем берді ғой маған, призді тартып алып. Бір-екі ауыз айтса, тілек айту деген орын бөлек ол. Дұрыс па? Маликаға шақырып қойыңыздар. Ашуланбаңыз. Ашуланбай айтыңыз. Динара, кішкентайым тұсауы құтты болсын, Құдай қаласа үлкен, азамат болып өсе берсін, сені қуанта берсін. Өмірде саған білесің, қатты жақсы көреміз, орның бөлек бізде. Үлкен жетістіктерге жетуін тілеймін, Құдай қаласа сені қуанта берсін. Жалпы қойыңыздар. Молодец. Апалар әмбелер айтамаған әңгіме айтты. Біраз байлар айтамаған әңгіме. Қайталанбайтын әңгіме болды ғой. Тағы айтамыз ба? Нағыз айтпады ма? Нағыз ше. Төбе, осындай коллективтеріңіз бар ма? Осындай жұмыстарыңыз бар ма? Кішкентай емес па? Мына қалай атырын жұмысқа алған? Қай жылғы бұл кісі? Қай жылғы? Қай жылғы? Қанша жастасыз? 23 ба? Қаяқта сақталған деймін дағы болсын. Қалай сақтауға болады мүмкін емес қой мынау? Мүмкін емес бір жиналған алған екен болсыншы. Таңдалып бір ерекше қабілеті бар жандар. Бай болыңыздар, қуатты болыңыздар, бірліктеріңіз берік болсын. Той құтты болсын, осылай қуаныш жұмысты болсын. Естеріңізді көретіңіз солай, бетін сүйіп, сый-сияпаттарыңызды маған бересаңыздар, үзіп бересіңіздер. Коллектив ұжымы, ортада маэстро әдемі көңілді ән, ортаға баршаңызды билге!
барысында мен енді ортаға сөз ағамызды Динара ханымды ортаға шақырайын. Келіңіздер. Ахмедиязды да қоса алып келіңіз ортаға. Келіңіз. Ал той иелерін қуантып, әдемі көңілге отырған қонақтар жақсылап бір шақырып ұрып қойыңыздар. Енді біздің сыйлағанымызбен Динара ханым келген қонақтардың қабағына қарап ерекше қуанып кетсе, осындай тойынан бір ерекше әсер алса деген жақсы ниеті бар жандар. Бірінші қонағын сыйлаған нағыз қасиетті қазақтың ұрпағымыз. Енді осы кісілерді сыйлаған кісілер бәріміз оң қолымызға тіл қастайықшы. Оң қолымызға. Осы екі кісі сыйлаған кісілер оң қолымызға тіл қастайыңыздар. Оң қол ұстаңыздар, сол қол ұстап масқара болып қалмай. Оң қол қастайық, оң қол қастайық. Сөйтейік, оң жақта отырған адамның иығына тығылмаңыз, әшейін айтамын. Бәрі вилка көтерейік, жоға көтерейік. Торт жеуге дайындалайық. Арнайы біздің Ахмедиярды бір жас тұсаукесер мерекесіне дайындалған әдемі ас мәзір керемет тәтті торт шабала ортаға. Торт алып беріңіздер. Happy birthday to you. 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 Туылғаны құтты болсын. Рахмет, еді. Бірінші суретке түсуға торттың бірінші тұрмай тұрған кезде суретке түсуіңіздер. Бір деген сиқырды қойып үстіне әдемі торт дайындаған. Еді тәтті тортты қалай қыламыз? Кесіп арнайы бүлдіршінімізге бірінші бедекші мамасы Динара есіне тортты дұрыс па? Динара өзіңіз кесіңіз. Сен ағасыз дос ұстап тұрыңыз. Сен аға ұстап тұрыңыз. Ахмедият ұстап тұрыңыз. Енді мынау тарихтан осыны салыңыз, үстіне жақсылап салып, өзіңізге удобно. Бүгін сенің туылған күнің, өзіңе ән арнаймыз тұрған бүгін. Құтты болсын, талай жанның қолы жетпей тұрған бүгін, құтты болсын туылған күнің. Енді мамасы бірінші папасына бере ма, баласына бере ма? Қалай ойлайсыздар? Папасына берген дұрыс па, баласына берген дұрыс па? Папасына? Одан кейін туғызады папасына. Молодец! Шынын айтты, подружка, әдемі. Беріңіз ал, папасына беріңіз. Шайнап берсеңіз де болады. Енді баласына. Біздің кішкентай бүлдіршініміздің бір жас қуанышы, алғашқы керемет. Қадам басқан күндері бесік тойы. Енді осы тортты біздің Динара жеңгеміз мамасымен, атасымен енесіне апарып берсін, атасымен енесіне апарып берсін. Кеп қалды ма? Онда маған беріңіздер қойды, әшейін. Енді мына тәтті тортты қоясаңыз, бұны қызметкерлерге беріңіз. Бұнымен уақытты құртпайық. Жақсылап торттарды киесі осында келген қонақтардың қасына, дастархан басына жайғастырсын. Торттан ауыспейік, осындай қуаныш баршаңызға жұғысты болсын. Шаңырақтарыңыздан бүлдіршін кетпесін. Ал, рахмет, Үсен аға, төрге шығып қонақтардың қасына
жайғасып керемет қуаныштың тойлаңыздар. Енді бір-бір бокал, бір-бір стакан ұстап, туғаны құтты болсын деп бір көтерейік, жақсылап алып отырыңыздар. Ойына тартайық ортаға. Жаным шабырға қалған жандаймын, тыным бермей қойды неге мұң. Жапырақтар түсіп жатыр, жауып желбедің, үмітімдей кейде үзілген. Көз алдымнан кетпей қойды сенің келбетің, бақытымды көрдім жүзіңнен. Сенсің күнім, сенсің таңым, сенсің бағым, сенсің бар мұңым. Айда күндер өтті көңілсіз, сені аңсап мазау тағдырым. Әдемі. Ал қадір жастар, құрметті ағайын, сен аға ортаға келіңіз. Динара ханым қайда? Динара ханым келіңіз. Динара ханымды ортаға шақырайық. Енді қадір жастар, құрметті ағайын, осындай керемет қуанышқа досының тойында ерекше көңіл күймен телевизияның көрсетіп, құтты қонағымыз болып отқан арнайы достарында патрульшілерді ортаға шақырайық. Еділ Айнана Салтанат Бақытжан, Серік Сандуғаш Өркен Майра, Әсет Әйгерім, Әсет Нұржан, Жазира
ортаға келіңіздер. Достар, қақикен жоқ па? Қалған кісілер жоқ, естітпей қалған кісілер жоқ па? Келіңіздер, жақындаңыздар. Достар, бір әдемі тілек, жақсы ыстық ықылас, Құдай қаласа өздеріңіздер келіңіз. Ассалаумағалейкум. Баршаларыңызға осы жердегі жиналысқа келіп жеткен адамдарыңызға гүл берсін. Екінші байлық денсаулықтарыңыз болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Баршаларыңызға тілерім өмір жастарыңыз ұзақ болып, гүлді болып жайнап жүре беріңіздер. Мынау баламыздың қайтайыз қадамы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Алла тағала екі дүниенің жақсылығын берсін. Бұдан да кейін жастардан да жолға берейік, биік белестерден көріне берсін, өрлі шүбірлі болыңыздар, бес тойда жолға берейік. Ой, рахмет. Красавчик продажа шапалын қоя. Енді Таңат ағамызды тағына шақырайыншы, Таңатға келіңіз. Достар, ағай, келіңіз, жеңеше. Әпке, қалай, айтыңыз. Динара Үсен бүгінгі кішкентай бүлдіршініміздің тәйке басқан қадамы болсын. Шақырып елеп отқан Динараға рахмет. Мына жерде барша жиналған қауым барлықтарыңыз үйлеріңізде той болсын, қуанышты күндер көп болсын, бақытты күндер болсын. Сондай сыйластықта, жақсылықта осы үлкен дастарханда жолға берейік. Ал Динара Үсен бүгінгі менің балдарым бір жас толған туған күні құтты болсын, дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын, өстіп жұптарын көбейе беріңдер, тек қана жақсылық той болсын отбасыларында. Сол үшін. Динара, Динара сен тойларың құтты болсын. Күндерің қасасына жұмысты болсын. Кішкентай балапанымыз үлкен азамат болсын, батыр болсын. Биіктерді көре берсін, салих ұрпағынан болсын. Үсен, Динара, ұлымыз Ахмедиярдың туған күні құтты болсын, Құдай қаласа арқасынан ере берсін. Бұл бірінші ұл, ол сендердікі деп есептелмейді, ол ата-апаның ұлы деп есептеледі ғой. Құдай қаласа алдынан ала жарылқасын, екі дүниенің бақытын берсін, арқасынан үбірлі-шүбірлі болып көп ере берсін, бәрімізге жұғысты болсын. Үсен, Динара құтты болсын. Құдай қаласа үлкен азамат болып өсе берсін, елдің азаматы болсын, артынан ере берсін, көз қуаныштарың болсын, үміттерің ақтасын, тек қана жақсылық тілеймін, аман болыңдар. Кластасымыз Индираға да Құдай қаласа жұғысты болсын, тек қана жақсылық тілеймін, отбасыларына тойға келе берейік. Ал, Үсен, Динара, той құтты болсын. Кішкентай үлкен азамат болсын, таққа отырсын, атқа отырсын, биік шыңнан көрсін, берік болсын, намысшыл болсын, батыр болсын, алға қойған арманы биік болсын. Әр адамда арман бар дейді. Арманның ар жағында арман бар дейді. Сол арманға жету үшін үмітті арқан етіп жалғаңдар дейді. Аман болайық, бар болайық, нар болайық. Сәлем сөздің анасы болар айқын, қазағым мұны жерден бағалайтын.
армысың, аманбысың, қазақ елі ақынға қабақшытып қарамайтын, өздері қалжырасып сөйлегенде сөздері жүрегіңді жаралайтын, 30 күн ұлан асыр тойын жасап, 40 күнде қызығы тарамайтын, той дегенде бұл ел ассалаумағалейкум деп бір амандасып қояйыншы сіздермен, шыны керек. Жігітте де жігіт бар дейді, азаматы бір бөлек, жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек дейді. Құда қаласа кішкентайымыз үлкен батыр болсын, елі басқаратын азамат болсын, би болсын, би түсетін үй болсын. Үлкенің бағана үлкен ақсақалдар үлкен бір батасын беріп отыр. Сол бата бойына сіңсін, дарысын. Сол қуанышты көріп, құда қаласа, осы жерде отырған біздің Индиконың Индира жаным айналайын, кешші ортаға. Бола ма сен ортаға шақыруға? Индира жаным, алтыным, саған да осындай той жұғысты болсын. Құда қаласа, қазақта жақсы сөз бар, еркектің беліне, әйелдің құрсағына берсін деген сөз бар. Сенің де үлкен егізден 8 тауып, үлкен тойларда бас қосуға Алладан нәсіп етсін. Сол қызықшылықта күліп ойнап жүруге баршамыз жадырап жүрейік. Той құтты болсын. Рахмет үлкен көпке. Керемет тілектің алдында шамалы қойып, әдемі өлік жұмақтарымен ойын еркін айтып, Құдай қаласа айналдырып келіп, Құдай қаласа әкемізді Индираны тұрмысқа береміз. Жатындай қошымызға айтмайсыз ба? Сонша қалшығыз. Ойнаған бас кетіп отырмын емес? Әшті айтам, әзір ғой. Құдай қаласа шаңырағызда тек қуаныш орнала берсін, аман бол кісі. Енді Ренатаға келіңіз. Сен, Дина, балаларың жасқа болған құтты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын. Пенсиялардың қауіпсіздігін азамат болсын. Әкім болсын. Елбасы қарсында рахмет, тілегіңіз қабыл болсын. Болды ғой, ә? Бір-екісі қап кеткен жоқ па? Аман, есерке сөйлеп өтсек жақындаңыздар, келіңіздер. Ортада керемет би билеп, қуанышты жалғастырамыз ортаға.